Қалайсыздар? Негізі ауыл деген өте жақсы жер ғой. Білмеймін, қаладан ауылға барсам менің аппетитім ашылып, кәдімгідей ұйқым қанып, өзімді жақсы сезінем. Ал қалаға келсең, ұйқың қанбай, маужырап, күні кешке дейін ұйықтап жүресің. Сонымен ауылдағы қызықтарды айтайын сіздерге. Ауылдағы қызықтың бірі мына бұзау. Атам сатам деп отырған сиыры туып қалды. Өзімізде таң қалдық. Атам да білмеген ғой, оның буаз екен. Осы қызықты қызықтау үшін ауылға келдік қой. Алдындағы видео сияқты жұмыртқа тердік па ауылдан, виноград, жәнегі помидор, алма, тағы басқан бәрін теріп алдық та, өзінше отырсам атам айтады ғой, мына ешкіні көріп тұрсыңдар ма деп. Иә десем, аяғы сынып қалды. Осы ешкі арам өлмей тұрған кезде сойыңдар да қуырдақ жасаңдар деді ғой. Бұл ешкім байқұс қарап тұр, өлетінін қайдан білсін байқұс. Сонымен күйеуім оны сойуға кетті. Сыртынан видеоға түсіріп алдым, жаным ашып. Басында жылап, ешкі сойғанға, аяғында андай қуырдақты жеп мәз отырған мен. Қызық е. Сойғанда жаның ашып, жеген кезде кәдімгі сүйсініп жейтін боласың қуырдақты. Негізі ауылдың жұмысы біте ма? Өстіп қуырдақ жасап, бәріне тамақтарын беріп, уф деп отырсам атам айтады ғой. Ана жәнегі туған сиырымыз жоқ, баласын тығып қашып кеткен ғой. Соны іздеңдер деп күйеуіміз екеуміз жіберді. Күйеуіміз екеуміз поляға бардық, ан жақты іздедік, мұн жақты іздедік. Соны келе жатсақ, бір кішкентай мысық мияулайды. Агыны көріп, үйге алып келдік. Сиырымыз жайына қалды. Атам айтады ғой, сиырларың қайда деп. Жоқ деп қоясың ғой. Біз іздегене жоқпыз. Мына мысықтың дауысы қай жерден шығады, сол жерге қарай барып, осыны алып келдік үйге. Ауылдағы қызықтың жарты күні осылай өтті ғой. Негізі ауылда қызықтар көп қой, айта берсең.